Dostlar, bugün 27 Navruz 26 жыл. Бүгін 3-ші рет прямой эфирге шығып жатырмын. Өзім айтқандай, бұрын менің басты темам ұранымда қауіпсіздік, охрана труда, өндірістік қауіпсіздік туралы болады деп. Содан мына чат деген бар ғой, чат деген қызық болды ғой әлі. Мына мен сияқты классический мамбеттерге класстастар деген чат бар. Сол жақтар деген, ДМБ 85 деп сондай жазып қояды. Сондай чат бар. Сол чатта жекеме сол жаңағы сол жақтарым жазады да, менің класстастарым жазады. Басқа бір кісілерін жазып нетіп жатқан білмеймін. Маған сол жағым айтады, сен немене деп елге ақыл айтып отырсың, сен оңбағансың. Армияда галпақтан шықпағасың дейді. Мен ойлаймын, галпақтан шықпау деген ол қалай ол? Галпаққа қамаса, конечно, барып отырып білесің ғой. Мен анау кейбіреулер сияқты поддембіл, болмаса дед черпақ болғанда галпақта отырған емеспін. Между прочим деп қояйын. Мен дух кезімде отырған. Карас кезімде бір-екі рет там бас жағында, сол екінші жартыжылдықтың бас жағында ғана, сол 7-8 айларда өнімбей маған ешкім тиіскен жоқ, и мен де галпаққа отырған жоқпын. Әңгіменің ашығын айтып алайын деп. Комсомолдан шығарып жіберген сен дейді. Ну что, мен қайтып келгеннен кейін қайтадан комсомолға кірдім ғой. Я вообще честный адаммын мен. Енді менің екінші класстасым деген біреу бар. Класстасым ғой, біреуіміз көп қойлар. Бірақ соның біреу айтады, ой, сен неменеге деп елге ақыл айтпақшысың, сен свинопас деп қояды маған. Мен свинопас деп, мен бүкіл әлем айтты ғой, бүкіл әлем. Бүкіл әлемнің прессасы мен туралы жазды. Интернетті ашасыздар, Шынтасов Әскербек деп тересіздер. Интернет, жаңағы телевизоры да, газеті де, Қазақстанды қойшы, бүкіл әлем, Канада, Австралия, Америка, Еуропа түгел жазды. Енді оны мен мүмкін мен қызық шығармын, содан кейін жазған шығар. Ол енді қазақша түсінбейтін қазақтардың арызы бойынша ғой, жаңағы шошқа тағалап жүрсің бе дегенге демейді. Бақтырып қоям не деп ойлады деген жаңа, не дады? Шошқа бақтырам деген. Шошқа тағаладың ба деген қазақша, ол не істеп жүрсің деген сөз. Ол нормально. Ол үшін мені ешкім наказать еткен жоқ. Жұмыстан мені қуған жоқ. Мен оны, это нормальный нәрсе, рабочий процесс. Вернее, анау агентство по делам госслужбы бәріне жіберді. Меқта бір боқтампаз біреу шығыпты, боқтапты, анау-мынау деп. Білмеймін, боқтағанда тұрған не бар ол? Өзіміз, ол кезде бастық болып боқтадың деген ғой, өзіміз подчиненный кезімізде азаннан кешке дейін боқтып естейтініміз, оны білмеймін, сөйтіп ақ әйтеуір өлмей жетпей адам болдық қой. Ал енді тағы сен нең бар дейді. Нең бар дегенде мен даже мемлекеттік қызмет туралы, мемлекет қызметтегі тәртіп, мәдениет, этика туралы мен айтамын. Өйткені мен 3 облыста аумақтық органдардың басшылығында болдым. Жамбыл, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облысы. Аумақтық органда Алматы қаласында жұмыс істедім. Центральный аппаратта 3 жылдан аса жұмыс істедім. Сондықтан мен айталам, ал енді ауданның көлеміне, болмаса облыстың көлеміне шықпай, Шымкентті барып көрмеген адам, Алматыны барып көрмеген адам, ол енді айтса оны керсілеу болады. Соның ішінде мен сіздерге айтайын, мен өзі Жамбыл облысының тумасымын. Жамбыл облысының. Осы Жамбыл облысында мен 4 жылдан аса жұмыс істедім мемлекеттік қызметте. Маған 40 рет арыз жазды ғой. 44 жылда 40 рет арыз жазды ғой. Ой, айналайын. Сол арыз жазған кавычка ақсақал
Кейіннен мен Қарағандыда барып центральный телевидениеден неден хабарға ма біреуіне ктк ма 24 ма бірдеңкесіне бір нешесі су ішу туралы интервью беріп тұрғанда айтыпты, Әскербек енді мынандай әңгіме мен кетті министр болады депті. Сол кісі бола алмадық министр, бірақ министр болғым келіп еді менің. Министр болғым келді, облысқа әкім болғым келді, ұялмаймын да мен любой жерде на любом деңгейде айтам, но мен бола алмадым. Енді солай тағдыр шығар, мен оның өзімнің кінәм шығар. Бірақ та жаңа свинопас дегенде оның бетіме басудың ештеңенің керегі жоқ. Олар чатыма жеке жазады ғой. Мынаған жазса қызық болар еді біреу. Бұл қандай свинопас деп интрига болып көрініп, қайтен елге танылар еді. Ол өте бір дұрыс нәрсе. Мен мынау армияда галпақта отырған өте тоже нормальный нәрсе, мне кажется, ол түрлі емес қой ол. Мен Пахом деген директорым деппін ғой. Нем болған? Командир жасым Пахомов Виктор Валерьевич па. Сол кісі мен тәрбиелеп, мен сен ефрейтор қылам, отпускаға жіберем деді. Содан кейін мен көніңкіремедім енді. Көніңкіремедім, ол кісі мені галпаққа отырғызды. Жаңағы өзі здоров еді, салып жіберді, бұртып жіберді, күшті кісі еді. Волейбол ойнағанда блок қойсаң, бір тепкен кезде бұртып жіберді азамат еді. Сол кісі, сол кезде 32-де ме, 34-де ме сондай бала ғой. Біз енді 18-дегі баламыз. Сол кісі үйге де хат жазды, соңғы болмағаннан кейін, сол мен сол Карас кезімде, дұқтан өтіп Карас кезімде, ол кісі кетіп қалды да, Мансур Хасанович келді, оны көкедеп қойыппын, татар кісі Камалов деген. Нормальдық, соның мен ол кісі маған тиіскен жоқ, мені галпаққа отырғызған жоқ, мен Мансур Хасанович командир болғанда бір рет отырған емеспін. Тиіскен жоқ, ұрған жоқ, тепкен жоқ, нормальдық кісі еді, өте тамаша. Қазір тірі ме, тірі емес, Құдай біледі. Шал болып қалды ғой, шал болса да байлап қоймасам бір талай көшіп қалды. Ал енді жаңағы сен кімсің сол жерде маған айтады. Мен айттым ғой, мен үш облыста қызмет істеген аз-маз опытым бар, айта аламын деп. Мен осы Жамбыл облысының тумасымын. Ұлтым менің қазақ. Ұруым менің Бүгіл. Бүгіл деген жерім менің туған жерім. Бөр қазған, тәңір қазғаннан былай қарай шақантайым бар, бестегірезім бар, тамшым бар, қызыла өтім бар, жалғамысым бар, қиям бар, қарамесім бар, бер жағындағы шатурам бар, тораңғым бар, таспастауым бар, бөгет көлім бар, есек беліме дейін сөзір менің туған жерлерім, өскен жерлерім, сөзірде аяғымды басып, қаз-қаз тұрып, сөрдің топырағынан энергия алғанмын. Мен бұны Асқар жалап айтып тұрмын, Сүлейменовшілеп. Енді ол менің туған жерім қазір екі ауданның аумағында орналасқан деп айтамыз, жоқ, былай деп айтамыз. Менің туған жеріме Талас ауданы мен Жамбыл ауданы орналасқан дейміз. Сонда дұрыс болады. Вот мені бөр қазған, тәңір қазғанды басқан, Ақкөлден су ішкен адаммын. Ал, пожалуйста, мен кімсің сен? Ал, таныстырдым мен. Қызметімді айттым, білімімді айттым. Кстати, мен Жамбылда оқымын, технологическийде. Мен дұрыс оқытпады бірақ. Кейіннен оқып алып қалмады. Анау, енді мен бүгін сіздерге кеше айтып едім ғой, жазатайым оқиғалар. Енді мынаған байланысты, мынау жаңа класстасымменен кімнің, тек қана мені қазір танып көріп атқан класстастарымен сол жақтарым, жақын адамдарым болу керек. Мен ойлаймын, сіздер таратыңыздар, көрсетіңіздер, мені ел танысын, өйткені менікі ешқандай мен біреу жамандамаймын, қорқпаңыздар. Біреудің сыртынан арыз айтпаймын, ешкімге жамандық ойламаймын. Менікі таза өзімнің басымнан өткен оқиғалар. Егер де біреудің өкпесі болса, пожалуйста, жазсын. Мен где-то 7-8 жылдайым, қанша жыл болады?
4 жыл, 6 жыл, да. 7-8 жылдай мен бастық болдым. Общий. 3 облыста. Менің алдымнан ренжіп кеткен адам жоқ. Bir оңбаған, түсінбейтін біреу болмаса, менің алдымнан ренжіп кеткен адам жоқ. Оны мен кейінге қалдырып отырмын. Енді бастап айта берейін. Менің алдыма келген, маған мен контролдік органда болдым мен. Ең арыздың көп жерінде, ең жаңағы Қарағанды облысының бас еңбек инспекторы болдым. Сол жерден енді кішкене 1-2 эпизод айтайын. Күні айттым ғой сіздерге, еттім. Мен бүкіл еңбек жолымды, өмір жолымды айтып шығамын, Құда қаласа күніге. Құдай абырой беріп, бір-бірден қайталап кетпегенде сақтасын. Баяғыда бізді ауылға бір мас болып келіп айтсам деп айтады дейді. Ал айт сақын деп. Сөйтсе, абырой берді қояды дейді. Абырой берді. Сөйтсе мас екен айтамай отырған. Ертеңіне ұрып айтысқан екен. Соқсап, жаратқан абырой берсін, қайталамауға. Әйтпесе, өтірік айтатын, мына қосып, өрлейтін, өңдейтін адамың мен емеспін. Bir жолы bir кісі Сәтпаев қаласынан ба, Жезқазған қаласынан Сәтпаевтан деймін. Звондайды маған. Күнде звондайды. Содан кейін мен айттым. Мен алғашқы жаңағы бас еңбек инспектор болғанда көптеген мәселелер, 3 жыл, 4 жыл болған мәселелер, сол азғантай уақытта соның бәрін шешіп тастадым мен. Bir жарты жылда шешіп тастадым. Ары қарай ештеңе қалдырмадым. Анау пәлен жылдан бері қарай жауабын таппай келе жатқан мәселелердің көбін шештік сөйірді. Анау Жезқазғандағы жаңағы социальный әкесі бизнесі деген ол немене көмек болды программа. Оның кейін анау жалпы халық еңбекке 20 адам деген елбасының несі, ол көмек болды. Сонымен әлеуметтік мәселелерді тұржама шешіп тастады. Балқашымыздың 105 регрессингінің имуществосын алып өзін тастап кеткен мәселеге дейін шештік. Оның бәрін кейін айтамын мен де айтатын нәрсе жетеді. Содан ана кісі звондайды, мен енді атын айтпай қояйын, бүгін әлі ол менен жас етін. Жас келіншек. Соны жаңағы мынаяқта арыз жазатындар бар, мынаяқта бәрі звондап, сағаттап сөйлесетіндер бар. Мен былай істедім, мемлекеттік қызметкер кезінде, бас еңбек инспектор кезінде. 5-тен кейін келіңіздер, 5-тен кейін сағат 17:00. Мен таң атқанша сөйлесем сізбен. Ал енді мен азанда келіп ап, басқа жұмысым бар менің. Сіздің 3 жыл болған, 4 жыл болған мәселеңізді қазып отыратын жағдайым жоқ деп, бәріне түсіндіріп айтып, соның кейін менеге 6-да келетін болып сөйледі. Көп адам, бір мектептің мұғалімдері, Тәттімбет атындағы колледж ба, соның мұғалімдері бар, Силициум Қазақстан бар, Арселор менен Қазақстанды былай қойғанда. Арселордың 1000 адамы бар, мені ұшып бейтіп, каскын ұрып отырады. Соның бәрінің разборкасына қатыстым ғой мен. Той забастолыпсында. Разборкасына дейін. Сонда интернетте бәрі тұр. Силициум Қазақстан, басқа бір строительный мекемелер. Bir жолы жаңа әңгімеме оралам, кіріспесі болсын, 90 жылдардың аяғы, 2000 жылдардың басында бас еңбек инспекторы болып, бір тәте істеген Астанада. Сол тәте кейін НТЦ-да істеп жатты. Онда учебный центрде да, там, научно-технический центр ма қалай. Солай атылап, мен НТЦ дейтін. Сол НТЦ-да істеп жатты, сол келіпті бір жолы. Bir жол келгеннен енді тәте үлкен апай ғой, апай, біздің тілмен айтқанда. Сол кісі шай беруім керек қой, шай ішуім керек түсте ол кісімен. Сонымен пәленшевіне все болды, келдіңіз, маған осылай еді. Ол кісі бір апта қалап деген. Солда мен Құдай сақтасын, бір күн іздеймін ана кісі, қайда десем, кетіп қалған дейді. Соған Астанаға звондаймын, тәте бұныңыз қалай мен. Bir шай ішпеді, қалай неге кетіп қаласың десем. Айналайын Әскербек дейді. Мен саған бірнеше рет бардым дейді. Барсам сен телефонмен біреумен ұрсып атасың, мен өзі айқайлап сөйлеймін ғой. Біреумен ұрсып атасың, болмаса біреумен ұрсып атасың,
айқай шу или сен жоқсың дейді. Соны ойланып, сен бұлай жұмыс істеуге болмайды, инфаркт боласың деді ғой маған. Құдай сақтасын деді енді. Содан жаңағы кісі звондайды. Содан мен айтам, сіз мен келгенде мен сен шаруаң бітірем бе, бітіремін бе, мен қайдан білейін. Мен құда қаласа бір әйтеуір осы 3-4 жыл болған оқиға екен ғой енді. 3-4 айға дейін келесі айда ма, осы айда ма бір шаруа болып қалар Жезқазғанда. Жезқазғанға барам, мен сізге хабарласам, мен сізді бір сөтке ұйықтамай тыңдаймын дедім. Содан біз түсіп қалды, арыз түсті, бірдеңке болды, әйтеуір бардым ғой, командировка бірдеңкеге бардым деді. Сөйтсем Сәтбаевта тұрады екен, жап-жас екен жаңағысы, жап-жас енді. Менен жас сол кезде енді мен сол кезде 40 қаншадамын, 46-тамын, 46-тамын, ол кісі сол 40 плюс минус, 40-қа жетпеген енді. Үлгіріп тұрған бір келіншек, орысша сөйлейді екен. Сонымен жаңағы кісіге сөйлестім, сөйтсем ана кісінің баласы, анау пәленбайыншы горизонтта 600 ба 700 ба білмеймін, Жезқазған шахталары терең келеді. Сода соны белазға алып кеткен ғой баласын. Жалғыз бала. Күйеу жоқ, әкесі жоқ, өзі жалғыз өзі қалды. Баланы жаңағы тәрбиелеген ғой енді. Сол кезде айтты, баламды деді көшеге шығармай, бұлай қылып тәрбиелеп едім. Өте тәрбиелі оқыттым, білім бердім, тәрбие бердім. Соны арақ ішті деп маған заключение берді. Менің балам арақ ішпейді, темекі шекпейді, наркоман анау-мынау емес деді. Енді әргі қарғаға дейді жаңағы баласын аппағым дейді деп. Мына Тайжұмаев Жамбыл Көкен бар, пионер совхозынан баяғы желтоқсан жыл сотталған. Сол кісі айтқан екен, баяғыда политехта оқып жүргенде қара нәсілді кісілер келген кезде мені қап-қара дейсіңдер, мыналардың қасында белый левиттің ғой деп. Сол сияқты ана кісі жаңағы баланы тәрбиелеген ғой. Әдемілеп тәрбиелеген. Содан мәшіне қағып кетеді. Спец расследование болады. Бала кінәлі арақ ішкен. Ішінен асқазаннан арақ шықты дейді. Сонымен заключение береді. Қазақмыз анау-мынаусының бәрін жаңағы социальный ответственность бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі деген программа. Қазір ол туралы сөз ешкім айтпайды. Баяғыда соны айтушы еді. Сол кісі сол бойынша енді көмектеседі, біраз ақшасын алады, анау-мынау, бірақ бала кетіп қалды. Ана кісі өзінің көңілі орнына келмейді. Президентке жазады, Генпрокуратураға жазады, сотқа береді, анау-мынау. Жоқ, бала жоқ, бала арақ ішті, қайтыс болып кетті. Сонымен мен оған ары түсіндірем, бері түсіндірем, ол маған дейінгі болған оқиға анау еді, мынау еді. Ең ақырағында мен ананы жаңағы қарғаға баласын аппағым дейді ғой, әркімге баласы енді аппақ көрінеді. Әркімнің сұлу, темекі шекпейді, арақ ішпейді. Дұрыс. Содан мен әбден ана кісімен әңгімелестім енді. Бір ұзақ, білмеймін, бір 2 сағат, 3 сағаттай жайынан әңгімелестім. Сонымен шай іштік, анау-мынау, туда-суда, общем, шығарып салдым, үйіне апарып тастадым мен. Мен Жезқазғанға әңгімелестім, Сәтбаев қапысыз тиіп тұрған жер ғой. Мәшіне бердік, әйтеуір апарып тастап, сонымен арыз жаз дедім, өзім жазып бердім, не жазу керек, қай жерде қалай мынандай пункттер, осының бәрін жазып жібер, бірақ маған оқыт. Қалай оқытасың, оқып бересің, анау-мынау, менен жазып бергенім ұят саған. Содан жаңағы кісі арызын жазды, соған мен мынандай ответ жаздым. Балаңыз пәленші жылы не қылды,
баракка киретін кезде вот метасидез жана болады ол. Міндетті түрде. И тексерет қарауылдар. Сол кезде сау кірді ма? Сау кірді. Давление, басқасы, пульсы, бәрі орында. Арақ ішпеген, қалтасында арақ жоқ кірді. Пәлен сағаттан кейін мәшіне қағып кетті. Ішінде арақ бар. Демек, внутренний контрольді қоямыз ғой, жаңа ішкі бақылау жұмыс істемейді. Мастері бар, начальник цехы бар, начальник смены бар, тағы кімі бар, жаңа инженері бар, анаусы бар, мынаусы бар, жұмыс істемейді. Ол қалай? Мәшинеге оның үстіне оның мамандығы басқа. Ол баратты жолға барып мәшиненің астына түседі. Демек оған жаңа наряд дұрыс жазылмаған, анау деді точно ұмытқан, сонымен баланың да кінәсі бар, ненің де кінәсі бар. Ну, работодатель виноват, баланың арақ ішкені неғылмаған дедім. Дәлелдемейді. Дәл сол кезде оның жаңағы арақ ішкенін тексеретін ненің несі бар ма, сертификаты бар ма, анау деп бұл тема туралы бойынша да мен айтам, бұл да бір қызық тема. Сөйтіп анаған ответ бердім. Біраз уақыттан кейін ана кісі Қарағандыға бір жаққа барады да, ол да адам ғой, жүреді. Қарағандыға келді азғантай уақыттан кейін. Сонымен маған звондап, келіп, рахметін айтып, сонда мен түсіндім. Мынау баласының арақ ішіп мәшиненің астына түсіп кетіп, өлді дегеніне намыстанып жүр ғой ана. Міне. Соған мен күні бүгінгідей ризамын. Ол келіншектің атын да, фамилиясын да білем мен. Айтпай отырмын да. Ана кісі, енді ол жап-жас деп тұрмын ғой, жап-жас. Сол бір 19-20-сында ма, 18-інде ма тапқан ана баланы. Енді әкесін мен білмеймін оны, әкесін, мен неше атағым бар оны. Вот міне, мемлекеттік қызметкер деген осылай жұмыс істеу керек. Адамның положениесіне деймі кіру керек, түсіну керек. Мысалы мен осы екі сөздің бірінде қазір жұмыс істеп жүрген балаларға айтам, сен бастықсың ба? Менің үйімде қанша итім бар, қанша мүшігім бар, қанша әйелім бар екен, сен білуге тиістісің деймін. Болмаса сен бастық емессің. Мен өзім бастық болған кезде бүкіл подчиненныйларымның бәрінің жағдайын біледі. Кім қанша баласы бар, қанша оның жаңағы қанша рет үйленген, кім алимент төлейді, кім жаңағы арақ ішіп утвердительге түседі, талайын атмосфера етіп қалдық қой оның бәрінен. Вот міне мәселе. Мемлекеттік қызметкер деген мемлекетшіл болып, содан кейін адамның несіне кіру керек, адамның жағдайына кіру керек. Сөйтіп алып, особенно еңбек инспекторлары жұмысшы жағына шешу керек. Осы жерде сол Жамбылға келдім мен содан кейін. Қарағандыдан кейін, Қарағандыда мен жұмыстан шығып кеттім. Жұмыстан шығып кеткен себебім, өзім кетіп қалған себебім, мемлекеттік инспекция, местный исполнительный орган дейді, мой деп қояды. Әкімдікке берілді. 13-ші жыл ма екен, 14-ші жыл ма екен. Әйтеуір берілді әйтеуір. Берілгеннен кейін мен істеген жоқпын. Менің орныма келген кісілер сотталып кетті. Өйткені ол әкімшілікке кіргеннен кейін госнадзор болмайды әкімшілікте. Әкімшілік ол хозяин саған әкім. Бас дейді, басасың ғой, никуда не денешься. Әкім айтады, болды. Қол қой дейді, қол қоясың, не қыласың. Содан мен кетіп қалдым. Өйткені местный исполнительный органда істегім келмеді. Кейін Жамбылға келдім, істегім келіп. Содан инспекция трудағы жұмысқа тұрдым. Бастық жоқ екен. Замы бір жігіт, менің начальник отделым бір әйел болды. 4 ай істедім. 4 айдан кейін Серғалияға бастық болып келді. Сонымен Секеңменен қабаттаспайын деп кетіп қалдым. Өзім сол үстіне арыз жазып, Секеңге өкпе жоқ.
Qal dedi. Бұрыннан да біледі ғой, жүз таныс. Жұмыс істе деді. Мүмкін соған заң болатын білдім. Мен оны жоқ дедім. Мен сізбен қабаттасып, қызмен енді өзім істеп қойған адаммын ғой. Соны қой қабаттаспай қояйын дедім да. Кетіп қалдым. Сол кезде мен Жамбыл облысының несін жаңағы мәдениетін еңбек инспекторларының, мемлекеттік қызметкерлерін көрдім мен. Мен жағамды ұстадым. Жағамды ұстадым мен. Құдай өзі. Мені бір расследованияға жіберді. Атарға. Мынандай көгалдандыру деген мекеме болады. Неде? Пойыз жолда. Асабаев деген, мен фамилиясын білем, потому что біздің ауылда бастық болған Асабаевтың баласы соның бастығы екен. Үлкен офисі Алматыда. Сонымен расследованияға бардым. Анау адам, қайтып өзім темама түсіп кеттім ғой расследованияға. Анау адам жұмысқа келгенде өліп қалған ғой, денсаулығы жоқ, қайтыс болып кеткен дейікші. Өліп қалған деген жаман сөз ғой. Қайтыс болған. Содан кейін мен бардым да, виноват работодатель деп ұрдым ғой енді. Қарағанда сол. Сөйтіп едім, алып келіп едім, бәлеге қалдым, таза бәлеге қалдым. Анау шықты, соны мен бір інісек бар еді енді, ұмытып қалдым қазір аты. Сол шықты, ой, сізді офты бар дейді, анау дейді, мынау дейді, бұлай жазуға болмайды, ертең бүйтеміз, сөйтеміз, ол өз ажалынан өлді дейді. Мен сонда неге акцентируем? Ол жұмыста қайтыс болды, бітті. Егер де ол ауырып тұрса, неге ол жұмысқа жіберді? Неге үйіне қайтармады? Бастық қайда? Организация труда жоқ. Демек, работодатель виноват. Ол өз ауырғанын айтпаған 30% вина, 70% вина работодательдікі. Адамының денсаулығы қандай екенін білмейтін, қандай аурумен ауыратынын білмейтін руководительдің нөл баласы, нөл. Подчиненный біл. Сөйірді 5-6 адам өздер. 5-6 адамды, жағдайын білмейтін адамды нөл. Мыналар ойбай деді, анау Алматыдан аналар келді, жаңағы Асабаев көкеңнің баласы келді, атын ұқпалым. Ойбай, братан деді, туда деді, суда деді, ақтыны қайтып жатыр. Мен соған әлі күнге дейін өкінем. Әлі күнге дейін өкінем. Жазбауым керек. Пусть главный государственный инспектор заключение жазды, мен жоқ жіберсін. Жазбауым керек. Міне, инспектордың жұмысы осылай болу керек. Жазбауым керек болды. Міне, инспектор, мен жаздым, қол қойдым. Комиссия 3 адамбыз ғой, 3 адам қол қойды, бар. Сотыңа барасың ба, прокурорға барасың ба, қайда барсың. Бірақ та мен сол жерде жаңағы айтып тұрмын ғой, бастық жоқ, бастық болам ба деген дәмен бар. Сондықтан шу шығармайын деп аңғарға көндім енді. Мен де бір маневр жасайын деп, көрейін деп не получилось. Әкім кім еді? Кәрім. Ұмытып қалдым фамилиясын. Темір жолда істеген главный инженер болып. Кәрім еді. Ұмытып тұрмын фамилиясын. Сол кімнен кейін болды деймін. Қараталда берген іштен кейін болды деймін. Оның алдын... Жоқ, да. Бүгіннен кейін болған жоқ. Сол кісі еді, ол кісі мені қоймады, мүмкін қоя алмаған шығар, кім біледі. Секен келді, секенге заң болмайын деп кетіп қалды. Міне, мемлекеттік қызметші, оның ішінде инспектор деген сөзі бар адам қаның жағында болу керек. Жұмысшы жағында болу керек. Енді болмай жатқан жағдай болса, амал жоқ. Осындай бір эпизод, мен енді қысқаша жаңағы басқа сені білерде басқа біреулер білмейді ғой дейді да. Білмейді болса, мен таныстырдым өзімді. Компақта жатқанымды айттым. Свинопас екенімді айттым. Между прочим, айтып кетейін, сол кезде телевизордан көресіздер, диссовет строго ВГБР-ма сұрады. Менің бастығым письменный предупреждение берді маған. Сол кезде Тамара не болып қалған? Тамара министр болып қалған. Фамилиясы неде Тамараның. Сол Тамара министр болып қалған.
Со Тамара неге деп ана менің көкемнен сұраған кезде, көкем айтыпты ғой ол балаға ор үйленері керек депті. Ор. Ырзамын сондай кісілерге. Сондай кісілердің арқасында біз мемлекет болып, ұлт болып жүрміз ғой деп мен өзім ойлаймын енді. Артық алып қойсам енді кесіріңіздер мен. Сондай көкелеріміз болған. Кеше Біртілай ағамның атын айттық. Көке дегенде олар менің көкем емес, жерлесім емес, ұрыласым емес, жұмыстағы кісілер. Я Серікқали Омаров көке деп отқаным, ол кісі орал облысынан. Кешегі айтып отқан кімдерім Едекең, Едекең Қостанай, көкем Ерғалиев көкем, арғынның жетімауымды Атығай Қарауыл. Осылай жағдай жігіттер. Жарай, мен енді 2-ке 15 минут қалды. Шайымды ішіп, 2-де жұмысыма кірісуім керек. Жақында вақта бітеді үйге барам, үйге барғанда ұзағынан сонамен сонаға әңгіме айтамыз ғой. Жақсы, рахмет, кешелікте емес, үйреніп алдым, завершить прямой эфир.